сен әлі де үлкен қадамдар жасауға дайынсың ба? Енді саған үлкен жауапкершілік артылатын кезең келді. Балапан әжесінің сөздерін тыңдап ойланып қалды. Ол шынымен де көп нәрсені өзгерте алатын сәттің келгенін сезінді. Алайда ол әлі де болса өз ішкі дауысын тыңдайтынын және оның жүрегінде тек шынайы мақсаттар мен адалдыққа негізделген жолдар болуы тиіс екенін жақсы түсінді. Бірнеше күннен соң ауылға тағы да жаңа бір саудагер келді. Бірақ бұл жолы ол балапанның кәсіптік деңгейінде білімін де жоғары бағалайтынын айтып, оның көмегіне мұқтаж екенін айтты. Сен тек ауылдың жақсы тұрғыны ғана емес, керемет кәсіпкер болып шықтың, деді саудагер. Менің үлкен жобам бар, және сенің қатысуың менің жоспарыма үлкен көмек болар еді. Бұл бір қатар жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Балапан тағы да ұзақ ойланды. Ол ешқашан есінен шығармаған әжесінің кеңесін есіне түсірді. Әр қадамды адалдықпен жаса. Сенің жүрегің сені дұрыс жолға бағыттайды. Осылайша балапан ұсынысты қабылдады. Бірақ ол өзінің ең басты мақсатынан шынайы еңбек пен адалдықты жоғалтпауға ұмтылды. Жаңа жобамен жұмыс істей жүріп, ол ауылға білім мен тәжірибе жинақтап, ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған бірнеше бастамаларды қолға алды. Әрбір кішкентай жетістік ауылда өз кезегінде үлкен өзгерістерге алып келді. Айлар өткен соң балапан өзінің бизнесін кеңейтіп, жаңа мүмкіндіктер ашты. Ол ауылда көптеген адамдарға жаңа жұмыс орындарын ұсынып, олардың өзіне сеніммен қарап, күш-жігерін жетілдіруіне жол ашты. Ауылдың табысы мен мәдениеті жақсарды. Бірақ балапанның жүрегінде тек бір ғана мақсат қалды: адал еңбекпен өмір сүріп, өз халқының дамуына қызмет ету. Ал жүзік, ол әлі де оның мойнында болды. Бірақ енді ол бір ғана аманаттың емес, үлкен жауапкершіліктің белгісіне айналды. Әжесінің кеңестері мен жүрегіндегі адалдық балапанның өмірінде әрқашан жетекші күш болып қала берді. Балапанның өмірі жаңа кезеңге аяқ басқан кезде ол тек ауылдың ғана емес, көрші елді мекендердің де ықыласына бөленді. Оның еңбегі мен адалдығы көптеген адамдардың жүрегіне жол тапты. Әрбір жобасы ауылдағы адамдарға жұмыс тауып беріп, олардың күнкөрісін жақсартты. Ауылдастары оны тек кәсіпкер ретінде ғана емес, сол елдің рухани көсемі ретінде құрметтей бастады. Бір күні таңертең балапанға ерекше бір хат келді. Бұл хатты қалаға келген бір кісі әкеліпті. Хатта белгілі бір ірі кәсіпкер мен инвестордан шақыру болды. Олар балапанның ерекше қасиеттерін естіп, оның жобаларына қызығушылық танытып, бірлесіп жұмыс істеуді ұсынды. Бұл шақыру балапан үшін үлкен сынақ болды. Ол бір сәтке өзіне сұрақ қойды: бұл жаңа мүмкіндік менің өміріме қандай өзгеріс әкеледі? Әжесінің ақылы бір сәт есінде жаңғырды. Қызым, үлкен мүмкіндіктер келгенде жүрегіңе сен. Сенің өміріңнің бағыты мен сенің рухани әлемің сені ешқашан адастырмайды. Бірақ жауабыңды өзіңнің жүрегіңнен табасың. Осы сөздермен балапан қалаға жол тартуға шешім қабылдады. Бірақ бұл жолы оның көздегені тек пайда емес еді. Ол өзінің адал жолымен, ауылда жинаған тәжірибесімен жаңа жерлерде жақсылық жасайтынын түсінді. Қалаға келген соң балапан жаңа кәсіпкерлермен танысып, олардың ұсыныстарын тыңдады. Бірақ ол бұрынғыдай өз принциптерінен, өзінің рухани бағытынан ауытқыған жоқ. Ол қалада да адамдарға адал жұмыс жасап, өз бизнесін дамытуға тырысты. Қаладағы үлкен жобалар мен кәсіптерді басқарған сайын балапан ауылға деген махаббатынан да айныған жоқ. Ол әрқашан өз іскерлігін, білімін және тәжірибесін ауылына қайта әкеліп отырды. Қалалық өмірмен қатар ауылдағы тұрмыс жағдайларын жақсартуды да көздеді. Ол ауылдағы балаларға тегін білім беру бағдарламаларын іске қосып, ауылдың инфрақұрылымын жақсартуға қол ұшын берді. Балапанның жаңа өмірінде де оның жүрегіндегі ең маңызды құндылық өзгермеді. Адал еңбек, шынайылық және
әрдайым өзін дұрыс жолда ұстап қалу. Ол өзіне ғана емес, өзгелерге де үлгі бола білді. Қалада және ауылда да оның есімі тек табысты кәсіпкер ретінде ғана емес, адамгершілігі мен рухани тазалығы арқасында құрметке ие болды. Ал жүзік оның мойнында әлі де тұрды. Ол тек бір аманаттың емес, балапанның жүрегіндегі үнемі ізденіс пен шынайылықтың белгісі болды. Бұл жүзік оның өмірінде әрқашан солай қалар. Адалдық пен берекенің, еңбек пен қуаныштың белгісі. Жаңа өмірге қадам басқан балапан көп ұзамай үлкен мүмкіндіктерге ие болды. Қаладағы ірі жобалар мен жоғары деңгейдегі байланыстар оған кеңінен есік ашты. Бірақ ол әрқашан өз ісін адалдықпен, шынайылықпен және ең бастысы халыққа қызмет етуге бағытталған түрде атқарды. Бұл оның тек бизнесін ғана емес, жүрегін де жетілдірді. Бір күні балапан қаладағы ең ірі іскерлік форумға шақырылды. Онда көптеген елдерден келген кәсіпкерлер мен инвесторлар қатысты. Балапан өз орнына келіп, жиынға қатысқан сайын оның үстіне жүзіктің мағынасы мен тарихы ерекше әсер етті. Ол әжесінен қалған аманаттың оның бойындағы ең жақсы қасиеттерді ашуға көмектескенін сезінді. Жүзік тек аманат емес, оның өмірінің әрбір кезеңінде алға жетелейтін нышанға айналды. Форумда сөз алған балапан өз бизнесінің даму жолы мен оның ауылға, қоғамға тигізген ықпалы туралы айтып, барлық тыңдаушыларды таңғалдырды. Ол не үшін кәсіпкер болуды таңдағанын, оның мақсаты тек жеке байлық емес, бүкіл қоғамның әл-ауқатын жақсарту екенін ашық айтты. Оның сөздері жұртты ойландырып, көптеген адамдар балапанның өмірінен үлгі ала бастады. Менің мақсатым тек өзімнің бизнесімді дамыту ғана емес, барынша көп адамның өмірін жақсарту, олардың да мүмкіндіктерін кеңейту. Егер менің еңбегім арқылы қоғамда бір өзгеріс туындайтын болса, бұл мен үшін ең үлкен жетістік, деп айтты балапан сөзінің соңында. Бұл сөздер оның атағын кеңейтті. Бірнеше айдан кейін ол шетелде де танымал бола бастады. Әлемнің түрлі елдерінен оны шақырулар түсті. Ал балапан өз тәжірибесі мен білімін әлемдік деңгейде бөлісуге дайын болды. Алайда ол ешқашан өз шыққан жерін ұмытпады. Әр барған жерінде ауылын еске алып, ол жаққа да үлес қосу жолдарын іздестірді. Балапанның алғашқы кездердегі қарапайым өмірі мен еңбекқорлығы әлі де оның жүрегінде терең сақталып қалды. Ол қаладағы жаңашылдықтар мен заманауи технологиялар арқылы ауылға да жаңа мүмкіндіктер ашып беруге ұмтылды. Осылайша оның өзі бастаған өзгерістер тек жеке табыстың шеңберімен шектелмей, тұтас қоғамды қамтыды. Балапан бүкіл өмірін адал еңбекке, адамдарға қызмет етуге және өз ішкі даусына сенуге арнады. Ол ешқашан өз табысын ғана емес, рухани байлығын да өсірді. Ал жүзік оның мойнында әлі де жарқырап тұрды. Бұл оның жолында адалдық пен қайырымдылықтың белгісі болып қалды.